Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге Pinduoduo'да заказ берген товарымыздың трек кодын қарайтын боламыз. Ақпаратын пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біз Pinduoduo'ға кірдік. Енді төменде оң жағымызда өзіміздің профильге басып, міне жоғарыда қарасаңыздар, машинның суреті тұр 8 деген санмен. Дәл осы менің товарларым, заказ берген товарларым. Осының үстіне басамын. Мінекей мына жерде штатив, ручка, тағы астында обойлар заказ бердім. Енді соның штативке кіремін. Мына жерде міне жасыл иероглиф машинмен тұр ғой, соны басамыз. Міне бірінші тұрған 4 бұрыш иероглифті басып, копировать етіп аламыз. Одан кейін жаңа постқа барамыз. Мінекей жаңа постта көбісі айтып жатады, мен іздедім, таппадым, трек код шықпайды деп. Дәл соны көрсетейін. Мінекей дәл осылай іздесеңіздер, сіздерде шықпауы мүмкін. Қарап отырсаңыздар, менде де көрсетпейді. Мінекей. Енді бұны қалай көреміз? Мына жерде күтілу, қоймада, жолда, шекара, сұрыптау деп тұр. Мен осының біреуін таңдаймын. Сұрыптауды таңдайын мен. Дәл осы сұрыптауға келіп жетті ме көреміз қазір. Осы жерге копировать етіп алған өзіміздің трек кодты жазамыз және поиск деп басамыз. Мінекей менің тауарым импорттық кедендік рәсімдеу аяқталды дейді. Сұрыптау орталығына жолға шықты дейді. Яғни енді сұрыпталуға шыққан. Міне қандай жолдардан қай кезде өтті, барлығын көрсеңіздер болады. Бұл тауарға мен екісі күні тапсырыс бергенмін. Содан бергі қай кезде, қай неде келді, қалай өтті, барлығы осында толық көрсетіліп жазылған. Дәл осылай өздеріңіздің әрбір тауарыңызды бақылап қарап отырсаңыздар болады. Енді примерно жететін күні мына жерде 21.08.23 дейді. Бұл менің қалама жететін болжаммен айтылған күн. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.